ақпаратты алып отырған. Испанияда жаңбыр әлі де құйып тұр. Тағы тасқын жүру қаупі төнгендіктен билік 3000 тұрғынды қауіпсіз жаққа шұғыл көшірді. Елдің оңтүстігіндегі Малага аймағында қолайсыз күн райына байланысты қауіп-қатердің ең жоғары деңгейі жарияланды. Өңірде мектептер мен дүкендер жабылды. Осыдан тура 2 апта бұрын Валенсия провинциясында дүлей дауыл мен жауын-шашын соңы алапат тасқынға ұласып 220 адам опат болды. Із-түзсіз жоғалған ондаған тұрғын әлі де табылмай жатыр. ақш-тың жаңадан сайланған президенті Дональд Трамп Флорида штатынан сенат мүшесі Марко Рубионы ақш мемлекеттік хатшысы қызметіне ұсынды. Бұл жөнінде Associated Press жазды. Ол халқымыздың мықты қорғаны, одақтастарымыздың адал досы және жауларымыздан ешқашан жеңілмейтін қайсар жауынгерге айналады деп агенттік Трамптың мәлімдемесінен үзінді келтірді. Марко Рубио қазір сенаттың барлау жөніндегі комитет жетекшісінің орынбасары қызметін атқарады. Ол сонымен бірге халықаралық қатынас бойынша комитеттегі де мүше. Рубио Куба, Иран және Қытайдың қатал сыншысы деп айтылады. Жаңалықтарымыздың келесі топтамасы 1 сағаттан кейін Мақсат радиожолы Авторадио Қазақстанның ақпарат қызметі. Ауа райы болжамы. Бүгін Петропавл, Көкшетау, Павлодар мен Екібастұзда 3 градус суық, Қостанайда -1, Түркістан мен Шымкентте 4 градус жылы, Таразда +2, Қызылордада 0, Атырауда 5, Ақтауда 9, Ақтөбеде 0, Оралда 2, Семей мен Өскеменде -5, Қарағанды мен Теміртауда 4 градус суық, Жезқазған, Балқаш пен Талдықорғанда -2, Астанада -4, Алматыда +1. Авторадио. Тек алға.